Федор Филиппов колледжге құжат тапсыру үшін Қарабалық ауданынан келген. Жасы 14-те. Мұғалімдер отбасында дүниеге келген ол атадан балаға беріліп келе жатқан кәсіпті жалғастырмақ. Сондықтан талапкер шетел тілі мұғалімі мамандығын таңдаған. Конечно, это надежнее. Қабылдау комиссиясына келіп, құжат тапсыруды жөн көрдім. Осылайша құжаттарымның қабылданғанына сенімді болам. Сондай-ақ менің мамандығыма түскісі келетін талапкерлердің көп екенін байқадым. Бәсеке жоғары болады деген сөз. Соған қарамастан барын салуға тырысам. Қостанай педагогикалық колледжіне түсем дейтін талапкерлердің саны көп. Құжат қабылдаудың алғашқы күні оқу орнына жиналғандардың қарасы қалың болды. Бәсекеде жоғары. Айта кетейік, биыл құжат қабылдау рәсіміне өзгерістер енгізілді. Талапкерлер бас аяғы 5 құжатты егов порталына тіркеу керек. Ол өтініш, білім туралы құжаттың түп нұсқасы, 3-4 көлемдегі фотосурет, нөмірі 075 нысандағы тиісті анықтамамен жеке басын куәландыратын құжат. Ең бастысы әр ата-анаға, кәмелет жасқа толмаған балаға, немесе баланың өзінде электрондық цифрлық кілті болу керек. Сол арқылы ол бірден келмейді жүктеуіне мүмкіндігі бар. Бірақ осы жерге келіп, қажетті ақпаратты алып, өйткені оның сыртында бізде шығармашылық мамандықтар бар. Яғни өтінішті колледжге келмей-ақ егов порталына кіріп онлайн тапсыруға болады. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңбаңыз болса болды. Сондай-ақ биыл енгізілген өзгерістің бірі педагогикалық мамандыққа түсетін талапкерлер эссе немесе емтихан тапсырады. Осылайша аттестаттың орташа балымен емтиханның қорытындысы жасалып, жоғары бал жинағандар оқуға қабылданады. Бізде осы жерде ұстаздарымыз бар, оларға оқуда қандай кеңес беру, бағыт бағдар беру, жалпы насихаттап түсіндіріп, мамандықтың ерекшелігін түсіндіру, сол бойынша ата-аналар өздері келіп жатыр колледжға. Айта кетейік, колледж педагогикалық және шығармашылық бағыттары бойынша құжат қабылдайды. Педагогикалық мамандықтарға 25 маусымнан 25 тамызға дейін, ал шығармашылық мамандықтар бойынша құжат 20 шілдеге дейін қабылданады. Олжас Есенжігітов, Қарагөз Мақатова, Алау.